Математика. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Оқу мақсаты: санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешу. Есептер шығарайық. 28-ші беттегі бірінші тапсырма. А бөлімі. Тыңда. Сырым Астана қаласының 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әр қайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Сырым Астана қаласының 36 фотосуретін басып шығарған екен. Яғни шартындағы санды дерек бойынша 36 фотосурет. Ол 7 бетке 4 фотосуреттен орналастырған. 7 бетке әр қайсына 4 фотосуреттен. Білмейміз, белгісіз. Сондықтан да үтір қойып сұрақ белгісін қоямыз. Енді неше фотосурет қалды деп бізден қалғанын сұрайды. Барлығы дегенде қосатын едік қой. Ал қалғаны дегенде не істейміз? Ойлан. Бізде 2 сұрақ белгісі бар. Демек шешуіне 2 өрнек жазамыз. Жауабын жаз. Бірінші тапсырманың ә бөлімі. Тыңда. Астанадағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Санды деректерге қарайық. 4 адамнан 6 отбасы. Яғни 6 отбасы бар екен, әр отбасында 4 адамнан. Не істеу керек? Әрине, 4-ті 6 рет жазсаң да болады, немесе 4-ті 6-ға көбейте қоюға да болады. Бұл белгісіз, сондықтан да үтір қойып сұрақ белгісін қоямыз. Келесі санды дерек бойынша 3 адамнан 7 отбасы. Яғни 7 отбасы бар екен, әр отбасында 3 адамнан. Не істейміз? Ойлан. Одан соң барлығы неше адам екен табуымыз керек. Бізде 3 сұрақ белгісі бар. Демек, шешуге 3 өрнек жазамыз. Жауабын жаз. Бірінші тапсырманың Б бөлімі. Тыңда. Жарқын 12 жаста. Ал Каусардың жасы одан 2 есе кіші. 2 есе кіші деген 2 есе кем деген сөз. Каусар Жарқыннан неше жас кіші? 2 қыз бала екен, Жарқын үлкені, оның жасы 12 жаста екен, оны білеміз нақты. Біз Каусардың жасын білмейміз. Каусардың жасы 2 есе кіші. Каусардың жасын тауып алуымыз керек, белгісіз, сондықтан да сұрақ белгісін қоямыз. Сонымен қатар екінші сұрақ тағы бар. Каусардың Жарқыннан неше жас кіші екенін табуымыз керек. Нұсқағышты көріп тұрсың ғой, стрелканы. Міне, Каусардың Жарқыннан неше жас кіші екенін табамыз. 2 нақты мәліметті салыстырмалы түрде сұрайтын болса, не істейтін едік? Анықтаманы есіңе түсір. Есеп шартында 2 сұрақ бар. Демек, 2 өрнек жазамыз. Шешуін жазып, жауабын жаз. Оқулығыңның 29-ші бетіндегі 3-ші тапсырманы орында. Баған түрінде жаз және тексер. Бірінші өрнекті оқимын. 48 бен 29-ның қосындысы 77-ге тең. Енді осы қосу амалын азайту амалымен тексеремін. 77 мен 29-ның айырмасы 48 болады. Міне осылайша қосу амалын азайту амалымен және керісінше
азайту амалын қосу амалымен баған түрінде жазып тексер. Дұрыс орындайсың деп сенемін.